КСРО-ның азаматтығынан бас тартпайтынын ашық хабарлаған МОТ ұйымының өкілдері Қазақстанда емін-еркін азаматтарды өз қатарына тіркеу жұмыстарына кірісіпті. Еліміздің Павлодар, Қостанай, Өскемен өңірінде қызу жұмысқа кіріскендері мәлімдеген бұл ұйымның өкілдері халықты жаппай өздеріне қосылуға үгіт жүргізуде. Қазақ СССР атынан әріптестерін құдықтаған ноттықтар бұл бейне жазбаны тарихи сәт деп бағалапты. Орыс тілінде өзара сөйлескен азаматтардың әрекетінен МОТ ұйымының арнайы өтініш хатын толтырып жатқанын анық байқауға болады. Үлкен қадам жасадық деп марқайғандар кеңестік адамдарды біріктіретін жайттарға да тоқталды. Еліміздің 3 аймағын бұл ұйым мүшелері бекер таңдамағаны бесенеден белгілі. Өзге ұлт өкілдері көп шоғырланған және Ресеймен шектесетін аймақтардан жұмысын бастаған бұл ұйымның түпкі ниетін аңғару қиын болмас. Қазақстанның тәуелсіздігін мойындамайтын мұнандай ұйымдар құзырлы органның назарына алынады деп сенеміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Минода стоит Дугин. Дугин и Федоров. Эти лица, которые извратили евразийство именно как духовное учение, соединяющее и степь, и Русь. И